Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде әдеттегідей аптаның 5 күн бойы тікелей эфирде жұмыс істейтін Орта Толсын бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Бүгін студияда қонақта Жұбаныш Мұстафин, Руслан Өтемұратұлы және әріптесіміз Бердіхан Әлмен. Маңғыстаудың жерлеріне барып, видео түсіреміз. Руслан бауырымыз бізге көмектеседі. Дронмен, видеомен суретке түсіріп, өз көзімізбен көріп, ананы сезіп, бір телевизордан көргеннен гөрі өз көзіммен. Просто мақал бар ғой, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать дегендей, соны барып көріп жүріп. Басқа туристерге қолжетімді болғаны жақсы. Қолжетімді болу. Ал біздің туризмді дамытып жатқан жігіттер, немесе туризмді қолдаушылар, немесе туристерді алып кетушілер тек қана сол баяғы Европаның стилімен жүрді. Олар Европада болған той балған ғой алдағашан. 5 жұлдызды қонақ үйде. Иә, 5 жұлдызды қонақ үй ол Америкада да бар, ол Шымкентте де бар, ол Маңғыстауда бар, басқа жерде. Ол түк қызық емес. Маған талай адам жалып айтты. Мен міне мынандай адаммен жұмыс жасап едім, мен қазақтың бір нәрсесін таба алмай келе жатырмын. Бүткіл ағаш үй, ішінде ағаш үй, сыртында үлкен мал қара шаңырағымен бірге тұр. Бірақ біздің туристер оған барғысы келмейді. Өйткені бізде туризмді дамыту санасында маңғыстаулық қазақилық сауат аз. Тек барып тауға суретке түсіп келсе болды. Соған ғана инстаграмный туризм дамып жатыр қазір. Жақсы. Руслан мырза, қандай түйінді ой? Иә, мен айтатын, мен кішкене болса да условиясы бар. Мысалы, Бозжыраға барған жағдайда үстіне көтерілу өте қиын. Тропинка халықтың өзі жасап қойған, ол негізі опасно үстіне шығуы. Сондай кішкене условия жасаса, оңайырақ үстіне шығып көтерілу үшін да. Мен ойлаймын, көпшілікпен, ауызбіршілікпен шешіледі деп ойлаймын. Мен бір точкадан қимылдау керек қой, осылай кетсек кете береміз, ертең ұрпақ қалай болады, не болады дегендей ұмытылып кететін сияқты, потому что TikTok, Instagram, замутнение разума былай қарап жатсам. Бүгінгі санын осымен аяқтаймыз. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өткен, араға апта салып, келер апта жағымды жаңалықпен қайта көріскенше ел аман, жұрт тыныш, орта қашанда тола берсін.